Нағашыбек Қапалбек, шер әңгімесі. Мен түрмеде көп отырған жамын ғой. Біреулер ізімнен қалмай аңдып, тыңдап тұрғандай ішімде ылғи үрей жүреді. Деп ол жан жағына сақтана қарап, кафе үшін шолып өтті. Екеумізден басқа асханада бөтен жан жоқ. Бұрыштағы үстелге барып жайғасып, асқа тапсырыс бердік. Біздің аудан орталығында ең үлкен, асы да дәмді орын осы кафе. Аты да қызық, Голубой Дунай. Аға портфейн шарабын алдыртты. Кел, екеуміз кішкене ішейік. Саған бүгін әлі жан баласын айтпаған бір әңгімемді айтпақшымын. Екеуміз екі қырлы стаканмен қызыл шарапты сіміріп алдық. Бұл кісіні ойламаған жерден кездестірдім. Іс сапардан кейін моншаға түсіп алайын деп кірсем, Исаев ағайым жүр. Екеуміз рахаттана шомылдық. Мен алып барған қайың сыпыртқымен бір-бірімізді сабалап, піскен қызанақтай қызарып, киініп далаға шыққанда, ағай, жүр, Голубой Дунайға барып шай ішейік деп шақырды. Исаев ағайыма қарсы келе алмадым. Бұл кісі баяғыда біздің интернаттың бастығы болған. Өзім ерекше құрметтейтін ұстазым. Ол кезде үстінде киітел, бұтында галифе, аяғында хром етігі бар, бойы тіп-тік, жүрісі шапқанаттай жылдам жігіт ағасы еді. Қазір міне алдымда беті шалбарланған, әжім-әжім, толқынды бұйра шашы әбден сиреп, төбе тұсы жидеген тауықтың жүніндей тақырланып, әрі бозғылданып, еңкіш тартқан арық шал отыр. Даусы баяғыдай пәрменді, ашық емес, бәсең. Жүре берсең көре бересің, көре берсең көре бересің демекші, қалқайып осы күнге жеткізгеніне де шүкірлік етемін. Суға салған қайыстай созылып, әлі тірі жүрмін. Ал менің замандастарым қынадай қырылды ғой. Қайран, асыл боздақтар-ай. Кел, алып қойайық. Ол темекіні алып тұтатып құшырлана сорды. Шып-шып терін бет орамалымен сүрткіштеп, маған еңкейіп, сыбырлап. Мен түрмеде көп болдым ғой. Алғаш Польшада, концлагерде, одан Германияда, одан Магаданда, кейін Мурманскіде, Барнецова деген суық теңіз жағасында болдым. Я, әңгімемді басынан бастайын. Сен зейінді шәкіртім едің. Қазір жазушы журналистсің. Саған келіп айтайыншы осының бәрін деп сан оқталып, жүрексініп жүредім. Оның үстіне көп қамалған жан қорқақ келеді. Сауысқандай сақ болып, үрейленіп өмір өтеді. Сен жақсылап тыңдап ал. Саған айтпасам, бір күні миыма қан құйылып, не болмаса жарылып кетермін. Осы аудан орталығындағы интернатты Зәкір алтын медальмен бітіріп, Мәскеуге оқуға түсті. Екеуміз бір ауылда өскен доспыз. Мектепті бітірген жылы мені Зәкір шақырып алып, өз оқитын университетте сүйреп жүріп түсірді. Зәкір жігіттің нағыз сұлтаны еді. Мәскеуліктерді, бүкіл өз маңайындағыларды таң қалдырып, оқуда озат атанып, немісше судай ақ сөйлейтін, ақындардың өлеңін жатқа айтатын. Оны бағалап, ұстаздардың ұсынуымен сталиндік стипендия алатын болды. Екеумізге жатақханадан бір бөлме берді. Біз шет тілдер университетінің неміс тілі факультетінде жарқырап көзге түстік. Мен мандолинде ойнап ән айтамын. Зәкір немісше өлең жазады. Бірінші курсты бітіріп демалысқа ауылға барып келемін деп жүргенде соғыс басталды. Бірақ күнде заманның асты үстіне түсті. Күні кеше ғана жарқырап, құлпырып тұрған Мәскеу қара жамылды. Соғыс әзір елде ысқырып, жиі-жиі дабыл қағып, түн баласы бірде-бір шам жағылмай, ел аласапыран күйгеніп, бықпырт дегенде есеңгіреп кетті. Зәкірді бірден әскерге алып кетті. 10 күннен кейін мен де Мәскеу түбінде окоп қаза бастадым. Одан әрі пойызбен майданға аттандым. Фашистер күн өткен сайын сыпырыла жылжып, жақындап келе жатты. Жаудан қорғауға жан-жақтан эшелон жігіттерді әкеліп төгіп тастай берді. Ию-қию сапырылысқан солдаттардың көбі. Өмірі қару ұстамаған, Орта Азия, Кавказдан келгендер. Бір ауыз орысша білмейді. Қойға шапқан аш қасқырдай анталап немістер келгенде, біз әлі мылтық атуға үйрене алмай жатқанбыз. 2 адамға бір винтовка, 5 оқтан беріп жауға қарсы шықтық.
Жаныңдағы серігің өлсе, винтовкасын аласың, әйтпесе жалаң уралап шығасың. Әдегеннен баудай түсірді. 2 күннен кейін біз қоршауда қалғанымызды білдік. Командиріміз Власов бәрімізге дұшпанға беріліңдер деген бұйрық берді. Мәскеу жау қолында, СССР жеңілді деп листовкалар таратты. Сап-сабымызбен қару-жарақты тастап, Ақтуды көтеріп немістерге берілдік. Өлім мен тірлік арасындағы өміріміз өңмен түстей халде өтіп жатты. Құр сүлде, әруе елесіміз ғана жүр. Алдымен Польшадағы концлагерге қамады. Ауру сырқау, коммунист командирлерді атып тастай берді. Газ пешіне тірідей өртеді. Тұтқындар лек-легімен ажал апанына кетіп жатты. Қыстың қақаған үскірік аязында далада қатып қалғандар қаншама. Маған қашан кезек келер екен деп, күннен күнге әл дәрменім бітіп, бір жола өлуге бел байлаған тұста күтпеген жерден Зәкір кездесе кеткені. Үстінде жаңа киім, қасында бір топ неміс офицерлері казармаларды аралап жүр. Зәкір дедім, жауын құртша жер бауырлап жатқан жерімнен әрең көтеріліп. Зәкір, бұл мен ғой, Дәуіт Исаев деп даусымды қаттырақ шығардым. Әй, Зәкіржан өрт жігіт қой. Жалт қарады да бірден қасындағыларға менің де немісше оқығанымды, тілді жақсы білетінімді жеделдете жеткізіп айта бастады. Аналар тілмашқа зәру екендігін аңғартып, дереу апарып моншаға түсіріп, концлагердегі немістерге аудармашы етіп қойды. Зәкір бастаған аудармашылар бөлек жатамыз. Тамағымыз да жақсарып сала берді. Еті тірі, көз ашық оқыған тұтқындарды іріктеп Германияға айдады. Ол жақтағы түрмеде үсті басы жарадан көрінбей, бір бұрышта бұралып, сасып тұра алмай жатқан Мырзалыны көріп қалдым. Зәкір, Мырзалы үшеуміз бір ауылданбыз, бірге өскенбіз. Түрмедегілерге тамақ таситынмын. Анау мені тани сап жылап жіберді. Зәкірге айтып, оны емдетіп, жөндеп ас беріп, тыңайтқан соң тамақ тасушылар қатарына қостық. Аз уақытта ол өз-өзіне келе, есін толық жиып, шырайы кіріп, қалпына келіп қалды. Сендерді бір жерге жіберткізейін деп жүрмін. Мені басқа жаққа ауыстырмақшы, деді Зәкір. Мырзалыны немістердің шошқа фирмасына жұмыс қалдырды. Ал мені бір фабрикант байдың жалшылығына жіберді. Фабрикант сыриған ұзын бойлы, қырым еті жоқ, 30-дан асқан көзілдірікті жігіт. Мені адам деп көзін ілмейді. Кәужіреген неміс жалынан сыпыртқы, күрек, күркедей бөлмесін өткізіп алдым. Байдың 2 жылқысы мен бір овчаркасын, бір алабай төбетін күту, бау-бақшасына қарау менің мойнымда. Төңіректе қылау тұрғызбай есік алдын сыпыру, ағаштар мен гүлдерді суару, аттарды бір мезгіл далаға шығарып сейілдету, иттерге уақытылы тамақ беру, бір тыным жоқ. Мен барғаннан кейін 2 айдан соң фабрикант әскерге шақырылып, бар жұмысын үлбіреген жас келіншегі қолға алды. Ол фабрикаға 2 ат жеккен пәуескемен барғанды ұнататын. Үй мен фабриканың арасы 3 шақырымдай ғана. Күйеуі машинамен не мотоциклмен жүретін. Әйелі пәуескені ұнатты. Әдемілеп пәуескенің үстіне күйме жасаттырдым. Көбіне көп көмекші қызбен жүреді. Көшірі мен. Күйеуі соғысқа барысымен оққа ұшыпты. Фрау Мария 1 айдай қара жамылып жүрді. Берлинде әскери мектепте оқитын 7 жасар ұлы каникулға келіп, 1 айдай болып кетті. Ол да ұзын бойлы, суық өңді. Әкесін мен өлтіргендей өшпенділікпен қарайды. Жұмысымнан кінәрат тауып, шешесіне жамандап, мені күндіз-түні жұмсап кегін алады. Фрау Мария мен немісше емін-еркін әңгімелесе береміз. Арада жыл жарымдай уақыт өткенде, жаздың тамылжыған ашық бір әдемі кешінде үйге 4 форма киген әйел келіп, Марияға күйеуінің орденін тапсырды. Бәрі далада, шайханада отырып шарап ішті. Кешқұрым фрау мені шақырып монша жаққызды. Өзі түсіп болған соң күйеуінің жаңа киімдерін беріп, Дик, енді сен де түсіп алдып ерекше ықылас білдірді. Мені Дик деп атап кеткен. Өзінің моншасына бөтенжан адамды өмірі жақындатпайтын. Несін жасырайын? Моншадан кейін шайханада отырып екеуміз шарап іштік. Артынан ол бір кішкентай құмыра алып шығып, бұл емдік шөп салынған таза спирт. Содан ішсен, Дик деп, жарты стақан жұтқызып жіберді. Мені дереу детектете жетектеп үйге кіргізіп, шешіне сап төсегіне göміп құлады. Моншадан бұрқырап шығып, ішімде шарап бар, дәрі қосылған спирті бар, ежелгі патша көңілім шаттанып, гүл-гүл жайнап,
қанаттанып шыға келдім.